Ниш есептерін жалғастырамыз. Математиканы ең қызық жолдармен түсіндіремін. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Сәлем оқушылар, бүгін 4-ші сабақ ниш тестінде өте көп кездесіп жүрген қатынасқа байланысты бірнеше есепті шығарып көрсететін боламын. Ал сендер маған лайк басуды ұмытпаңдар, себебі осы видео 500 лайк жинаса, келесі видеода ниш тестінде көп кездесетін бірлескен жұмыстар тақырыбындағы есептерді көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Бірінші есеп. Сыныпта 35 оқушы бар. Сыныптағы ұлдар мен қыздардың қатынасы 4-тің 3-ке қатынасындай болса, ұлдардың санын табыңыз. Барлығы 35 оқушы екен. Бұл жерде айтады ұлдар мен қыздардың қатынасы, яғни ұлдардың қыздарға қатынасы деп жатыр. Сол 4-тің 3-ке қатынасында екен. Демек, ұлдарымыз 4-ке, қыздарымыз 3-ке тең болып тұр. Ұлдарымызды біз 4-ке тең деп алмаймыз, 4х-ке тең деп аламыз. Ал қыздарымызды 3х-ке тең деп аламыз. Қараңыздар, егер сыныптағы ұлдарды да қыздарды да қосқан кезде бізде барлық оқушы шығады ғой. Демек, 4х-імізді, яғни ұлдарымызды қосамыз қыздарымызға, сол кезде бізде барлық оқушы шығады. Енді осы теңдеуді шығарайық. 4х пен 3х-ті қоссақ 7х болады, тең 35. Х-ті табу үшін 35-ті 7-ге бөлеміз, х тең болады 5. Бұл бізде әлі жауап емес. Бізден сұрап тұр, ұлдардың санын табыңыз. Жаңа мына жерде біз ұлдарды 4х-ке тең деп алдық қой. Осы 4х-ті х-тің орнына мына 5-ті қойып жазамыз. 4 көбейтілген 5 тең болады 20. Демек, сыныпта 20 ұл бала бар екен. Екінші есеп. 90 килограммдық қоспаның құрамында 5/3/1 қатынасында тұз, қант, ұнтақ бар. Жалпы бізде тұз, қант және ұнтақ. Мына қоспа деп отырғанымыз осы үшеуін араластырған кездегі пайда болған массаны айтып жатыр. 90 килограммдық қоспа, яғни осы үшеуін араластырған кезде 90 килограмм болған екен. Құрамындағы қатынастары, қараңыздар, қатынастары тұз, қант, ұнтақ. Осы ретпен 5/3/1. Демек, тұзымызды 5х деп аламыз. Қантымызды 3х-қа тең деп аламыз. Ұнтағымызды 1х-қа тең деп аламыз. Бізден айтып тұр, осы үш қоспаны араластырған кезде 90 килограмм болып тұр, қоспамыз. Сонда үшеуін араластырайық. Тұзды қосамыз, қантты қосамыз, ұнтақты тең 90 килограмм деп тұр. Енді х-тарды қосайық. 5х-қа 3х-ті қоссақ 8, оған 1х-ті қоссақ 9х болады. Тең 90. Х-ті табу үшін 90-ды 9-ға бөлеміз. Тең болады 10. Бірақ бұл бізде әлі жауап емес. Бізден сұрап тұр, қанттың мөлшерін табыңдар деп тұр. Қанттың мөлшері мінеки 3х болып тұр. 3х тең, мына х-тің орнына, бізде х-іміз 10 шықты ғой. Осының орнына қоямыз. 3 көбейтілген 10 тең болады 30. Демек, біздегі қанттың мөлшері 30 килограмм екен. Үшінші есеп. 420 саны 5/7/9 қатынасында тура пропорционал бойынша бөлінген. Ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігінің айырмасын табыңыз. Жалпы, мына 420 саны мынадай 3 бөлікке бөлінген екен, яғни біз оны былай жазамыз. Бірінші бөлігін 5х дейміз, екінші бөлігін 7х, үшінші бөлігін 9х. Міне осындай бөліктерге бөлініп кетіпті. Егер осы 3 бөлікті біз бір-біріне қосатын болсақ, онда қайтадан 420 саны шығады деген сөз. Мінеки осындай теңдеу құрып, енді осыны шығарамыз. 5х қосылған 7х қосылған 9х тең болады 21х-қа, тең 420. Х тең 420-ны 21-ге бөлеміз. Х тең болады 20-ға. Бұл бірақ бізде әлі жауап емес. Бізден сұрап тұр, ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігінің айырмасын тап. Ең алдымен ең үлкен бөлігі деп отырғанымыз, жалпы мынау 3 бөлікті айтып отыр. Осының ішіндегі ең үлкені қайсы? 9х. Мінеки 9х дейміз, тең х-тің орнына жаңағы тапқан 20-ны қоямыз. 9 көбейтілген 20 тең болады 180-ге. Енді ең кіші бөлігі деп отырғанымыз бұл 5х. 5х тең 5 көбейтілген х-тің орнына 20-ны қоямыз, тең болады 100. Сұрап отырғанда ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігінің айырмасын тап деп отыр. 180-нен 100-ді азайтамыз, сонда біздің жауабымыз тең болады екен 80-ге. Төртінші есеп. Елдос 4 сан ойлады.
Ол ойлаған сандардың қатынасы 2 бөлу 3 бөлу 5 бөлу 8 қатынасындай. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 84-ке тең болса, екінші санды табыңыз дейді. Елдос 4 сан ойлапты. Бірінші сан, екінші сан, үшінші сан және төртінші сан. Қандай сандар екені белгісіз. Бірақ ол сандар мінекей мынандай қатынаста. Демек біз бірінші санды 2х-қа тең деп аламыз. Өйткені ол анық 2-ге тең емес. Осы санға пропорционал. Сол үшін 2х-ке тең деп аламыз. Екінші санды 3х-қа тең деп аламыз. Үшінші санды 5х-қа тең деп аламыз. Төртінші санды 8х-қа тең деп аламыз. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 84-ке тең. Бірінші санымыз біздің 2х, ал үшінші санымыз 5х-қа тең. Екеуінің қосындысы 84 екен. Енді осы теңдеуді шығарайық. 2х-қа 5х-ті қоссақ 7х тең 84. Х тең 84-ті 7-ге бөлсек, х тең 12-ге тең. Х-іміз 12-ге тең болды, ал есепте бізде сұрап тұр, екінші санды табыңыз дейді. Екінші сан бізде мінекей 3х. 3х тең, енді осы х-тің орнына мына тапқан 12-мізді қоямыз. 3 көбейтілген 12 тең болады 36. Демек екінші санымыз біздің 36-ға тең екен. Бесінші есеп. Оқушының бірінші тесттен алған ұпайының екінші тесттен алған ұпайына қатынасы 4-тің 5-ке қатынасындай. Екіншісінің үшіншісіне қатынасы 3-тің 5-ке қатынасындай. Егер ол бірінші тестте үшіншіге қарағанда 19,5 ұпай кем алса, үшінші тестте қанша ұпай алған дейді. Ең алдымен мынаны жазып алайық. Мына бірінші тесті, мынау екінші тесті, мынау үшінші тесті. Оқушының бірінші тесттен алған ұпайының екінші тесттен алған ұпайына қатынасы 4-тің 5-ке қатынасындай. Демек, 1-ге 4, 2-ге 5 деп жазамыз. Енді айтады, екіншісінің үшіншісіне қатынасы 3-тің 5-ке қатынасындай. Мына екіншісінің үшіншісіне қатынасы 3-тің 5-ке қатынасындай. Енді астын сызып, қатар тұрған екі санның ортақ бөлімін табамыз. 5 пен 3-тің ортақ бөлімі 15. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады, турасындағы санға көбейтеміз, 12 болады. 15-ті 3-ке бөлеміз 5 болады, турасындағы санға көбейтсек 25 болады. Осы шыққан сандарға біз х жалғаймыз. Енді бізде айтады, егер ол бірінші тестте үшіншіге қарағанда 19,5 ұпай кем алса дейді. Бірінші тестіміз мінекей, үшінші тестіміз мінекей. Бірінші тестіміз біз мына 19,5-ті азына қосамыз. Қайсы аз? 12х па, әлде 25х па? 12х аз, осы азына қосамыз. Әрқашан негізі азына қосып үйренсеңіздер, қателеспейсіздер. Енді мына осы теңдеуді шығарайық. 25х-тан 12х-ті азайтатын болсақ, 13х болады. Х тең 19,5-ті бөлеміз 13-ке. Х тең болады 1,5. Енді бізден сұрап тұр, үшінші тестте қанша ұпай алған? Үшінші тестіміз ол біздің 25х деген мінекей. Осы 25х-та біз х-тың орнына 1,5-ті қоямыз. Сол кезде бізде 37,5 деген сан шығады. Алтыншы есеп. Бірінші ыдыстағы жеміс санының екінші ыдыстағы жеміс санына қатынасы 8 бөлу 3-ке тең. Үшінші ыдыстағы жеміс санының екінші ыдыстағы жеміс санына қатынасы 6 бөлу 5-ке тең. Үшінші және екінші ыдыстағы жеміс сандарының қосындысы бірінші ыдыстағы жеміс санынан 14-ке кем. Екінші ыдыста қанша жеміс болған? Мінекей бізде бірінші ыдыс, екінші ыдыс және үшінші ыдыс болсын. Айтады, бірінші ыдыстағы жемістің екінші ыдысқа қатынасы 8-дің 3-ке қатынасындай. Мінекей 1-дің 2-ге қатынасы, 8-дің 3-ке қатынасындай. Енді айтады, үшінші ыдыстағы жемістің екінші ыдыстағы жеміске бірінші 3-ті айтып жатыр. 6 бөлу 5 қатынасында бірінші 3-ті айтқандықтан, бірінші бізде 6 тұр, демек 3-тің астына 6-ны жазамыз. 3-тің 2-ге қатынасы. Мінекей осылай жазылады. Енді қатар тұрған екі санның ортақ бөлімін табамыз. 5 пен 3-тің ортақ бөлімі 15. 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ті көбейтеміз 8-ге 40 болады.
15-ті 5-ке бөлеміз 3, 3-ті көбейтеміз 6-ға 18 болады. Осы жерден шыққан сандарға біз x-ті жалғаймыз. Енді бізде айтады, 3-ші және 2-ші ыдыстағы жеміс сандарының қосындысы. 3-ші және 2-ші ыдыста мінекей мына екеуін қоссақ, 18x-ға 15x-ті қоссақ 33x болады. Бірінші ыдыста бізде 40x, мінекей. 3-ші және 2-ші ыдыстағы жеміс сандардың қосындысы бірінші ыдыстағы жеміс санынан 14-ке кем. 14-ті балалар азына қосамыз. Азы бізде мынау болып тұр. Демек, осыған 14-ті қосамыз. Арасына тең қоямыз. Енді 40x-тан 33x-ті азайтатын болсақ, 7x тең 14. X тең 14-ті 7-ге бөлеміз. X-іміз 2 шығады. Бізден сұрап тұр, екінші ыдыста қанша жеміс болған? Екінші ыдысымыз біздің мынау, мінекей. 15x. Демек 15x. Осы жерде мына x-тің орнына біз жаңа тапқан 2-ні қоямыз. 15-ті 2-ге көбейтсек, 30 шығады. 7-ші есеп. Ардақтың бірінші күні оқыған кітап бетінің екінші күні оқыған кітап беті санына қатынасы 8-дің 5-ке қатынасындай. Ал екінші күнгісінің үшіншісіне қатынасы 10-ның 7-ге қатынасындай. Егер Ардақ бірінші күні үшінші күнге қарағанда 45 бет көп оқыса, онда екінші күні қанша бет кітап оқыған дейді. Ең алдымен 3 күнді неке былай жазып қояйық. Бірінші күні оқыған кітап бетінің екіншісіне қатынасы 8-дің 5-ке қатынасы. 8-дің 5-ке қатынасы деп былай жазамыз. Ал екінші күнгісінің үшіншісіне қатынасы 10-ның 7-ге қатынасы деп жазамыз. Енді мына қатар тұрған екі санның ортақ бөлімін табамыз. Ортақ бөлімі 10 болады. 10-ды 5-ке бөлсек 2, 2-ні 8-ге көбейтсек 16. 10-ды 10-ға бөлсек 1, 1-ді 7-ге көбейтсек 7. Осы шыққан сандарға біз x-ті жалғап шығамыз. Енді бізде айтады, Ардақ бірінші күні үшіншіге қарағанда 45 бет көп оқыса. Бірінші күн мынау, үшінші күн мынау. Қайсысы көп? Қайсысы аз? 7x, Демек, осы 7x-ға біз азына қосамыз 45 бетті. Осы теңдеуді шығаратын болсақ, 16x-тан 7x-ті азайтатын болсақ, 9x тең 45 болады. X тең 45-ті 9-ға бөлеміз. X тең 5 болады. Енді есептің сұрағы. Екінші күні қанша бет оқыған? Екінші күн бізде мінекей 10x деп тұр. Демек, біз 10x-ті жазып, x-тің орнына мына 5-ті қоямыз. 10 көбейтілген 5 тең болады 50-ге. 8-ші есеп. Бидай, күріш және арпаның массаларының қосындысы 60 кг. Күріш арпадан 4 кг көп, ал бидай мен арпаның массалары 1-дің 3-ке қатынасындай. Күріштің массасын тап. Бізге беріліп отырғаны бидай, күріш және арпа. Осы үшеуінің массаларының қосындысы 60 кг. Үшеуін қосқан кезде 60 кг береді екен. Күріш арпадан 4 кг көп. Қараңыздар, бидай мен арпаның массалары 1-дің 3-ке қатынасындай. Демек, 1-ді біз бидайға 1x деп жазамыз, ал арпаны 3x деп жазамыз. Енді айтады, күріш арпадан 4 кг көп. Арпамыз 3x болса, күрішіміз осыдан 4 кг көп екен. Мінекей. Күріштің массасын тап. Қараңыздар, осы үшеуінің массасының қосындысы жаңа 60 еді. Демек, осы үшеуін қоссақ, бізде олар тең болады 60-қа. Бірінші бидайымыз 1x, қосамыз күрішіміз 3x плюс 4, қосамыз арпа 3x. Тең болады 60-қа. Осы теңдеуді есептейік. X-тарды қоссақ бізде 7x болады екен. 60-тан 4 азайтсақ 56 болады екен. X тең 56-ны бөлеміз 7-ге, X тең болады 8-ге. Есептің сұрағы былай. Күріштің массасын тап дейді. Күріш бізде мінекей мынау 3x плюс 4. Осы жерден x-тің орнына мына 8-ді қоямыз. 3 көбейтілген 8 плюс 4. 3-ке 8-ді көбейтсек 24, 24-ке 4-ті қоссақ 28 екен. 9-ші есеп. Берилли қоласы
Мыс, бериллий және қалайыдан тұратын қорытпа. Мыстың қалайыға қатынасы 7-ның 15-ке қатынасындай. Мыстың бериллийға қатынасы 14-дің 3-ке қатынасындай. 141 килограмм бериллий қоласының құрамында қанша килограмм мыс бар дейді. Жалпы бериллий қоласы мыстан, бериллийден және қалайдан тұрады екен, яғни осы үшеуінің қосындысынан бериллий қоласы пайда болады екен. Бізде айтады мыстың мына қалайыға қатынасы 7-ның 15-ке қатынасы, яғни мыстың қалайыға қатынасы мінекей 7-ның 15-ке қатынасында екен. Ал енді мыстың бериллийға қатынасы 14-дің 3-ке қатынасында екен. Енді астан сызып, мына қатар тұрған екі санның ортақ бөлімін табамыз. 14 пен 7-ның ортақ бөлімі 14. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 2-ні турасындағы санға көбейтеміз 15-ке, 30 болады. 14-ті 14-ке бөлсек 1, 1-ді 3-ке көбейтсек 3 болады. Осы шыққан сандарға біз х-тарды жалғаймыз. Бізде айтады 141 килограмм бериллий қоласының құрамында қанша килограмм мыс бар. Бериллий қоласы дегеніміз осы үшеуінің қосындысы. Мінекей мыс бізде мынау 14х-қа тең, бериллий 3х-қа тең, қалайы 30х-қа тең. Осы үшеуінің қосындысы, мінекей үшеуінің қосындысы 141 килограмм бериллий қоласына тең дейді. Енді осы теңдеуді шығарайық. Мына х-тарды қоссақ бізде 47х шығады екен. Тең 141. Х тең 141-ді бөлеміз 47-ге. Х тең болады 3-ке. Енді бізде айтып жатыр, мысты сұрап жатыр. Мысымыз біздің мінекей мына жерде 14х-қа тең. Осы 14х-тің орнына 3-ті қоюымыз керек. 14 көбейтілген 3 тең болады 42-ге. 10-шы есеп. Екі санның қатынасы 2-ның 3-ке қатынасына тең. Егер бірінші санға 10 санын қосса, осы екі санның қатынасы 4-дің 5-ке қатынасына тең болады. Бірінші санды табыңыз дейді. Екі санның қатынасы 2-ның 3-ке қатынасы. Демек біздің бірінші санымыз 2х болып тұр екен, екінші санымыз 3х болып тұр екен. Егер бірінші санға 10 санын қосса, бірінші санымызға 10 деген санды қосса, осы екі санның қатынасы тең болады екен 4-дің 5-ке қатынасындай. Неке осындай пропорция шығады. Бұл теңдеуді шығару үшін алдымен мынау бұрыс бөлшектің алымына екінші бұрыс бөлшектің бөлімін көбейтеміз. Бірінші бұрыс бөлшектің бөліміне екінші бұрыс бөлшектің алымын көбейтеміз. Так, оны былай жазамыз. Міне, алымын жаздым. Көбейтеміз 5-ке. Тең деп қойып 3х пен 4-ті көбейтеміз. Жақшаларды ашайық. 2х-қа 5-ті көбейтсек 10х, қосылған 10-ға 5-ті көбейтсек 50. Тең 3х-ті 4-ке көбейтсек 12х. 12х-тан 10х-ті азайтатын болсақ 2х тең 50 болады. Х тең 50-ді 2-ге бөлеміз. Х тең 25. Балалар, біздің жауабымыз әлі шыққан жоқ. Бізден сұрап тұр, бірінші санды тап деп тұр. Бірінші санымыз біздің жаңа 2х-қа тең еді, екінші санымыз 3х-қа тең еді. Осы бірінші санды табу керек. Ол үшін мына х-тың орнына біз жаңа х-ті тауып алдық, мінекей 25 шықты. Осыны қоямыз. Сонда 2 көбейтілген 25 тең болады 50. Міне осы біздің жауабымыз болады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Менен қандай тақырыптарды күтесіздер? Комментарийге жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.